лайк басады. Құдай тағала лайк басқан саусағына құт береке берсін. Енді лайк баспағандарды ештеңе айтпай ақ қоямын, өздерің біліңдер. Мен қателеспесем, Заманбек Мұрқаділов ағамыздың осы жылда туған күніне үйіне жиналып отырасыздар, жыл сайын барасыздар. Сол кезде сіз үйіне барған кезде, яғни Мақпал Жүнісова апайымыз сіздер шақырған кезде үйінде болған екен, сол жерде Болат Назарбаевпен жүздескен екенсіз. Ондай болды, иә. Жүздескен кезде қандай сұрақ қойдыңыз сіз? Енді ол Болат Назарбаевтың Мақпалға баратыны оған демеуші болып жүр. Мақпалдың айтысына қарағанда. Енді концерттеріне көмектеседі, жаңағы жалдауға ақысын төлеп бере ма, керекті көлік көлшігін алып бере ма, енді сол жағынан байланыстары бар. Демек, жүздескеніңіз рас сіздер, не? Жүздескеніміз рас. Сол бұрын жылда сол Зәкенді еске алып Кеңсайда болғаннан кейін кейбір жылдарда сол Мақпал дастархан жаяды, Құран бағыштайды. Сондай сәттің біреуі ғой қазір айтып тұрғанымыз. Болат Назарбаев келіпті, жанында бір соңғысының алдындағы ма, үйленген көп тоқалдардың біреуі отырды. Біріне-бірі анекдот айтып отыр. Енді ол анекдот айтатын жер емес қой. Мен тіпті соның бет жүзінде көргім келмеді, кетіп те қалғым келді. Бір дастархан басында отыру мен үшін жиіркенішті болатын. Соң қоймады, қасында жігіттер бар, Мақпал да дастарханнан үлкен емессің, аттап кетпейсің. Бірақ отырғаннан кейін сол жерде мен Болатқа айттым: Болат, қазақта сөз бар. Өз аяғыңмен келдің ба, Құдай айдап берді ма деген. Сен қалай келсең де әйтеуір келіп отырсың осы біздің ортамызға. Саған айтатын сөз бар, сен мұқият дұрыстап тыңда, ұғып ал, сөнген ана ағаңа, Нұрсұлтан ағаңа жеткізіп айтып бар. Зәрі ұшып кетті. Түрі кете бастады. Жанындағы отырған тоқалда, Мақпалда әбігерленіп, басқалар да бұл кісіні айтқалы тұрды. Соңғы мен Зәкеңнің мемлекетке, Алматыға, қазаққа сіңірген қайраткерлік еңбегі туралы қысқа-қысқа айттым. Мінеки, осындай халық қадірлеген асыл азаматты өзін-өзі 3 рет атып өлді деп, өзіне жала жапты. Қалай соны айтқызып отыр? Оны айтқызып отырған сенің ағаң ғой. Атқызып отырғанда сенің ағаң шығар. Біз солай ойлаймыз. Сен ағаң айтып бар. Мына өтірігін доғарсын. Ол кісі тірі болса өз намысын өз қорғар дейді. Өте намыс қой адам. Батыр адам ғана намыс қойылады. Ал ол кісінің өзі жоқ, сондықтан ол кісінің намысын біз қорғаймыз. Артында қалған ел жұрты, қалған қазақ. Өтіп қорламасын батырымызды. Өлтірген азда енді қорлау несі? Ағаң айтып бар. Қылмысты іс қозғасын, қылмысты ашсын. Егер олай болмаса, бәрі үшін өзі жауапты. Түсіндің ба деймін? Деп, онда осын жеткізіп айтып бар. Енді мұндай мәселені мен тек Болат Назарбаевқа ғана айтқан жоқпын. Жаңағы егер қолыма түссе, Назарбаев бір кездесіп қалса, журналистермен кездесіп, басқадай деген сияқты бір ортада. Онда мен оған бәрі бос сұрақтарды қойыр едім. Бұл сұрақты мен ана Бауыржан Мұхамеджановқа да қойғам. Бауыржан Мұхамеджанов ішкі істер министрі болды ғой. Ол жаңағы Зәкен көзін өзі 3 рет атып өтті деп әлгі бір мультипликацияны көрсетіп, жұртқа өтірік айтқан адам сол. Сол Мұхамеджанов Жаңаөзендегі оқиғадан кейін 2011 жылы оны Маңғыстау облысының әкімі етіп жіберді. Соңғы сол Жаңаөзендегі 37 жаңаөзендіктің сот процесі жүріп жатты. Залға адам сыймайды. Соңғы жанында бір зал бар екен, соған монитор қойып, сотқа келген адамдарды кіргізсеңдер десек, сот мен шешпейін дейді. Кім шешеді? Әкім шешеді. Сол Мұхамеджанға бардық. Болат Әбілов екеуміз. Бұл енді екінші кезде. Соңғы айттым, ол мәселені шешті. Соңғы айттым, бұрын қойған сұрақ есіңде ма деймін. Түрі қашып кетті. Өзі мен көргенде қипықтап сөйте бастаған. Соны есіңдесің деді. Қашан жауап бересің деді. Мен осындай шевроннан адамдар келіп еді.
соған астап бара жатыр тағы бір келесі сөйлейді. Тоқай өз еркімен биліктен кету керек дедіңіз, немесе тізе бүгіп халықтан кешірім сұрау керек дедіңіз. Қойған талаптарыңыздың себебін түсіндіре кетсеңіз. Ең алдымен оның орындалмауы талап қоюшының не болмаса соның айтқанына гәне байланысты емес ол. Оның орындалуы қаншалықты негізді дұрыс талап. Сол жағынан қарайтын болсақ. Біріншіден, Қасым-Жомарт Тоқаев легитимді президент емес. Өйткені ол сайланған сайлау азаматтардың конституциялық құқығын шектейтін Назарбаевтың тұсында жасалған заңдарменен, соңғы Назарбаевтың сайлауларын өткізгенде де өте лас өткізетін, азаматтардың дауысын ұрлайтын, бұрмалайтын көрсеткішті өздерінің пайдасына қарай қолдан жасап отыратын сайлау комиссиясымен өтті. Әрбірден кейін Тоқаевтың өзінің президенттікке үміткер болып тіркелгендігінің өзі дұрыс емес. Біріншіден, қойған талап бойынша кемінде 5 жыл Қазақстан аумағында тұру керек деген, олай болған жоқ, ол шетелде тұрды. Осының өзі заңсыздық. Екіншіден, Тоқаевтың қазақ тіліне соншалықты жетік екендігі тағы да күмәнді. Ол әрине жантық жағымпаз комиссия мүшелері тілі жөніндегі қазақ тілінен сынақтан өткізгендер. Олар өте жақсы баға қойды. Ал қазіргі сөйлеген сөздерінен қарасақ, оқитын нәрсесінің өзін жатық таза қазақша айта алмай қалатын жағдайлары бар. Ал енді ол екеуін жарайды, ұсақ түйек деп қарайық, кешіріммен. Сайлау таза өткен жоқ қой. Егер сол жолғы сайлау таза өтетін болса, Қосанов президент болып сайланар еді. Өткен ол Қосановтың мықтылығынан, Қосанов қызметке лайықты болғандықтан емес. Назарбаевтың қойған адамы, соның саясатын жүргізетін адамды қаламағандықтан халық қарсы дауыс берер еді. Сол қарсы дауса оны болмақаса құлатар еді. Ал оны бұрмалады ғой. Көзіміз көріп отыр осы сайлауға қатысты. Сондай жолмен келген президенттің мемлекетті басқаруға моральдық хақысы жоқ. Екінші жағынан алғанда, жарайды, таққа отырды. Одан кейін не істеді? Назарбаевқа Нұр-Сұлтан қаласы деп Астананың атын аударып берді. Оған басқа да жаңағы артықшылықтарды сыйға тартты. Алаңдар, көшелер, қалалар соның есімімен аталады деді. Тағы басқасы. Және ең қауіптісі, біз елбасының жолымен жүреміз деді. Заманбек ағамыздың әлі атынан қорқады. Қорқады, бірақ мен кейбір кезде ойлаймын, әкем ешкімнен ештеңе ұрлаған жоқ. Неге сонда су жүрек болып кеткен, марқұм болып кеткен адамның атынан осыншама қорқуға бола ма? Олар әлі Нұрсұлтан Назарбаев тірі болғаннан кейін сол қорқып отқан шығар. Сол сөйтіп шешті ме? Жоқ, енді ол өз-өзіне үш рет оқ атқан деді, басқа деді, енді болар іс болды, бояу сыңды ғой дегенім ғой, неменеге қорқа береді енді? Білмедім оны. Мен де сол жауапқа өзім несін тапқан жоқпын. Жауабын. Сұраққа жауабын тапқан жоқпын. Жазылам, қабылдамайды. Қазақтың алтын құрсақ аналары аман болсын, әлі дүниеге әлі талай Заманбектер келеді. Келеді, е. Әлі талай келеді. Жастар қазір прямо келем, жұмыс істеймін деген жастар көп. Сонда сол жас Заманбектерде бәрі өздерін 3 жерден ат, 4 жерден ат дүниеден өте беру керек па? Жоқ. Еліміз не болады онда? Оларға жол ашу керек. Мен өзім ойлап отырмын, мен осы чиновник болып қайтып келсем, алса мені жұмысқа. Мен сондай жігіттерді іздеймін. Іздейсіз? Іздеймін. Олар өздері де келеді ертең. Неге оларға жұмыс беру керек? Ол чиновник болмаған, бәрі чиновник болып туып өскен жоқ. Ол жұмыс істеп, кәдімгідей неңді аласың, опытыңды аласың. Жұмыс істеп көру керек.
Айтып кетейін, неге осы байдың балалары бүгін чиновник үлкен? Неге анау жай қарапайым қазақтың балаларын алмайды? Неге оларға жол бермейді? Бұның биография дейді ғой. Осы менің әкем, менің апам ғой, енді әкем мамасы мектепте пол жуып жүрген. Әкем әкім болды ғой. Әкім болды. Бүгін пол жуатын әйелдің баласы бір жерде әкім болу мүмкін бе? Сондай балаларды Қазақстан үшін, ел үшін жұмыс істеймін деген балаларды алу керек. Қазір мынау резерв бар дейді, резерв. Ол резервке түсу үшін 300 адам бір Қазақстанға олаз. Өте дұрыс айтасыз. Демек сіз жаңа Қазақстанға сенесіз? Сенем. Анау балалар бүгін Қазақстанымды жаңартам деген қазақтар көп. Біз күнде магазинде, жолда, қазір мен тұрып жатырмын ғой, уже көршілерім де бәрі біледі. Бір далаға шығып, бір мусор не қылам десек, амандасып, біз бір сағаттай сөйлесеміз кәдімгідей. Құрметті Қайрат аға, бұл жай ғана ұран емес па? Ескі Қазақстан, жаңа Қазақстан деген. Білмедім оны. Жаңа Қазақстан, ескі Қазақстан, оны қою керек. Қазақстан, бір Қазақстан ғой. Жастар сол ескі Қазақстанда туған ғой. Мен оны алу керек дедім. Ол керек жоқ, ол жаңа ескі Қазақстан. Қазақстан болып қала берсін. Сосын анау болып кетті де өмірі Зәкеңнің елден кетпекші болып, сол 30 жыл дегенде ажырастық. Бірақ өкінішке орай ажалы адамнан болды деп айтамын. Өзінен емес. Өзін-өзі 3 рет ататын адам емес. Ол өте қояндатып көрген емес, торғайдатып көрген емес. Нұрсұлтан Әбішұлының орнына негізі марқұм Заманбек мырза болуы мүмкін еді? Мүмкін. Мүмкін еді? Мүмкін еді. Жақсы. Сіз Сара Назарбаевамен қалай таныстыңыз ол баста? Ол танысқанда біз енді Нұрекеңмен де, Сара апаймен де шай ішіп жүрдік. Жақсы араласатынбыз. Тұрды. Ал өмірден өтетін кезінде Құралайға келіп, Құралайдың тігін несіне келіп, студиясына келіп, жаңағы кешірім сұрады. Құралайдан кешірім сұрады. Құралай қызым, мен енді жақсы әке болдым ба, жаман әке болдым ба? Кешірім сұрады. Соны әке, денсаулығың қалай деген екен, денсаулығы жаман депті. Денсаулығым жоқ сияқты, өзі қызметтен түсіп қалды ғой оның кейін. Қызметтен түсіп қалғандағы кезі, соның кейін қызметіне түстім, денсаулығымды енді қай бір, мен өмірім қызмет еді депті. Сосын енді әке, папа, не менен тұр, маған қайт, не Қайратқа қайт, Қайратпен бірге тұр деп жасап айтыпты. Сөйтсе қайтам ғой деп. Кетті деді, суреттері бар Қайрат, Құралай. Мақпалыңды алсаң ал, бірақ рұқсат берейін екінші әйел ретінде деп. Ол кісі менен рұқсат сұраған жоқ, наоборот. Алайын, алуыма бола ма деген жоқ ол. Мен наоборот ол кісінің алдынан өттім. Ақыры енді кетейін деп жатыр екенсің, осылай жүрме, екі үйдің арасында жүрме дедім. Не себепті өзінің өмірлік жарын тастап, екі баласымен басқа елге кетіп қалды осы? Оны білмей, махаббат деді, ол қайдан біледі. Ол есебі бар махаббат қой. Махаббат болса неге ол кісіден ажалы болады. Өзі өмірмен кетпей. Сізге жалпы Заманбек мырза дүниеден өткеннен кейін, осы уақытқа дейін Мақпал Жүнісова хабарласып, кешірім сұраған күні болды ма? Зәкең барда да менімен сөйлескен адам емес, шай ішкен адам емес. Зәкең өмірден кеткеннен кейін солай. Жаңағы мен түс көрген кезде, жұма таңында түс көрдім. Зәкең келіпті, баяғыдай келіпті, жаңағы Бақанасқа менің бауырымның үйіне келіп, шарбақ, ол кезде ағаш шарбақ қой. Сол баяғыда кезде, кейін қазір бетонын жасайды ғой, шарбақтарын, қораларын шарбақ қояды. Сол шарбақтың қасында тұр екен Зәкең. Мен мына жақта машинен түсіп, келе жатырмын, айтам, мана менің келген ес, кеткен есімде, үйден кетіп қалған есімде. Алына кепті, бұл неге келді дедім де, жаңа нетіп, үйіме кіріп кеткенше деймді, қой, ұятты, бұл мен үйім қасында тұр ғой, бұны шарбақ сүйен, қой, үйге кіргіз деп айтайын десем,
ол кісі менің екі бетімнің екі жағынан сүйді. Бетімнің екі жағынан. Оянып кеттім де өзім қарасам 4-5 таң атып қапты. Келдім де жатқан жерім кеп, шеткеге кеп диванға отырдым да, тауға жаққа қарадым да, ойпырмай, мына кісі менімен қоштасты дедім. Бетінен сүйді, қоштасты. Мен өзім солай жордым. Мына кісі менімен қоштастау. Қайрат қалай жатыр екен, әкесін ойлап қазір осы 5 кезінде Қайратты бір аунап жатқан шығар, әкесін ойлап жатқан шығар, обалында түсі бұзылған, ұйқысы бұзылған шығар деп. Сол кезде мен арқам, мұз кессек арқам мұздай болып кетті. Диванға келіп отырған кезімде. Сөйткенше болған жоқ. Соның біраздан кейін жаңағы Қайратқа бар береді. Мен қонақта отырған бір кешкі шайда. Жұма күні мен түс көрдім, суббота күні маған жаңа кешкі таман. Ол кісі жұма күні кеткен құсайды. Жұма күні кеткен ол кісі. Өйткені Қайрат көрген кезінде денесімен, формасымен нетіпті ғой. Қаны қатқапты ғой уже. Қаны қатқапты. Қаны уже форма бұл қатыпты уже. Қайрат көргенде. Содан құралай ойбасап барып, әкемді көрем деген кезде Қайрат құралайды ұстап жібермей қойған ғой. Әкемді көрем, Қайрат айтады, егер құралай көрсе жүрек ұшып кетер еді дейді. Содан Қайрат өзімді жүрегім ұшты деді. Сосы құралайды жібермей ұстап қалдым деді. Кірмейсің деп дейді. Сонда жаңағы мен түс көрген кезде жұма күні, ол кісі сол жұма күні кетіп отыр ғой. Оны кешкеден бір сутка ұстаған, не істерін білмеген олар. Содан кейін Қайрат хабарға берген ғой. Соң Қайрат қонақта отырғанда маған, мама, әкем атылып кетті деді. Өлді, әкем атылып кетті. Сонда мен, ойбай, неге ол атылып кетеді? Ол басқаша өлмей, неге ол атылып өледі? Мен аурудан кетеді деп жүрмін ғой. Жүрегі тоқтайды, қаны көтеріліп, бірдеңке болып, бірдеңе ренжіп, содан кетеді деп жүрмін ғой. Ол неге атылып өледі? Ол атылып өлу мүмкін емес деп жаңағы байқырып жібердім да дастарханда. Мен достарым есі шығып кетті бәрі. Не болды осылай? Ойбай жүр деп. Сосын үйге келді, мен үйіме келді. Жаңағы шайымыз бәрін тастадық. Үйге келді, мен 4-ші этажыма келді. Содан отырмыз. Соны бірақта Қайраттың есі шыққан бейді. Мама, мені алып кетіңдерші. Мен енді машинаны айдай алмаймын. Көлігімді айдай алмаймын, мен қалай келгенімді білмеймін дейді. Сонда жаңағы жұмыста хабар бергенде, бала көлігін айдап келгенде, қалай айдап келгенін білмейді өзі. Енді мен руль көтере алмаймын, құралай екеуің келіп, мені басқа машинамен алып кетіңдерші дейді. Қайраттың да есін шыққан сонша. Алып кет үйге дейді. Әкесі өліп жатса алып кет дейді. Наоборот, бару керек қой. Сонда жаңағы құралай есіп сон барған ғой, сонда алып кетті бой белеп жатыр. Көлік көтере алмаймын дейді. Қалай жеткенімді білмеймін дейді. Сонда баланың өзі аварияға түсіп кетуі мүмкін ғой. Енді Құдай сақтап отыр ғой, жалғыздың жары Құдай деп. Осы 3 жыл індет шыққанда Қасым-Жомарт Тоқаев президентіміз айтқан еді. Әр қазағым бір жалғызымсыңыздар. Мына індеттен аман болыңыздар. Халық көп жиналған жерге бармаңыздар, сақтаныңыздар, сақтанғанды Алла да сақтайды деп. Сонда әр қазағым бір жалғызым дегендей. Сонда енді бұл Қайрат сол кезде әкесінің жоқта бізде алмады, өйткені жалғыз болды. Кім біледі? Бұның өзіне де бірдеме жасап жібере ме, сыртта жүрген жаулар. Сондықтан да 17 жыл болды, 18 жылға кетіп барады. Үндемей ақырағында бәрі бала сөйледі. Әкем қалай кетті өмірден, неге олай кетті, кеткен жоқ, олай кетті, неге деп халыққа айтқаны рас. Ал енді әкесі үшін бала жауап береді, бала үшін әке жауап береді деген мен білмеймін қазір. Қайрат құралай қазір әкелер үшін жауап беріп жүр. Құралай қаншама 10 саусағын önіне отырған бүкіл олимпиаданың костюмдерін тікті. Бейжіңге де 4 жылы, 8 жылдарда бүкіл костюм тікті біздің неге. Одан 70 жыл армияның формалары өзгермеген. Жақсыбеков деген генерал болған кезінде, Жақсыбеков деген әкімде болды. Сол кезінде, сол жаңағы жусан түрінде, мына өзінің көйлегіне ұқсайтындай форма тікті армияға, жалтылдаған жіптермен. Қыздарды пилотка, бирюзовый свет, тамаша неге парадқа шығады ғой.